Сіздерме қымбатты көрермендер, каналымызға қош келдіңіздер. Әлемдегі және Қазақстандағы жаңалықтарды алғашқылар қатарынан біле отырғыңыз келсе, арнадағы подписация және бір ғана лайк түймелерін баса отыруды ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастадым. Үсік жаңбыр жел 6 мамырға арналған ауа райы болжамы. Қазгидромет Қазақстан аймақтарында 6 мамырда болатын қауіпті метеорологиялық құбылыстарға болжам консультациясын жариялады. Еліміздің басым бөлігінде атмосфералық фронтальды бөлімдердің өтуіне байланысты құбылмалы ауа райы сақталады. Найзағай ойнап жаңбыр жауады. Түнде елдің оңтүстігінде, оңтүстік-шығысында және шығысында қатты жаңбыр жауады. Тек солтүстікте, елдің орталығында жауын-шашын болмайды. Республика бойынша желдің күшеюі күтілуде. Оңтүстікте, оңтүстік-шығыста дауыл, оңтүстік-шығыста бұршақ, солтүстік-батыста, оңтүстікте, орталықта тұман. Түнде Ақмола, солтүстік Қазақстан облыстарында, Қостанай облысында 1-6 градус үсік сақталады. Ақтөбе облысының солтүстігінде, Павлодар, Қарағанды облыстарының батысында, солтүстігінде 3 градус үсік күтіледі. Маңғыстау облысының басым бөлігінде, Атырау облысының батысында, солтүстігінде, шығысында, Қарағанды облысының батысында, оңтүстігінде, орталығында, Ұлытау облысының шығысында, орталығында, Қызылорда облысының батысында, Ақтөбе облысының оңтүстік батысында жоғары өрт қаупі сақталады. Бізді тамашалауда жалғастырыңыздар. Сау саламатта болыңыздар.